Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Services құрылымы. Services қызмет көрсету құрылымын біз бір тірлікті өзіміз емес, екінші бір адамға жасатқан кезде қолдана аламыз. Ал оның жасалу жолы мұндағы have көмекші етістігінен кейін кез келген толықтауыш қойылады да, оған үшінші формадағы етістіктің кез келген түрі қойылады. Мысалға, I have my hair cut at Chic. Мен өзімнің шашымды Chic деп аталатын әсемдік салонында қырықтырамын. Келесі мысалы, I have my blood pressure measured twice a week. Мен өзімнің қан қысымымды аптасына 2 рет тексертіп отырамын. Яғни, бұл мысалдарда іс-әрекетті өзіміз жасамаймыз, екінші бір адамға жасатамыз. Осы services құрылымын біз етістіктің бірнеше шақтарында қолдануға болады. Мысалға, present continuous шақта жасалған сөйлем. I am having my car washed. Мен көлігімді дәл қазір жуғызып жатырмын. Келесі past simple шақта жасалған сөйлем. I had my teeth removed yesterday. Мен кеше тісімді жұлдырттым. Келесі present perfect шақта жасалған сөйлем. I have never had my eye test. Мен ешқашан өзімнің көзімді тексертіп көрген емеспін. Осы services құрылымы сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайды? Оны келесі мысалдарда қарастырып өтейік. Мысалға, болымды сөйлем. I have my laptop repaired at Sulpak. Мен өзімнің ноутбугымды Sulpakта жөндетемін. Келесі мысалы, біз сұраулы сөйлем жасау үшін have көмекші етістігінің альтернативасы ретінде do көмекші етістігін сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Мысалға, where do you have your laptop repaired? Сен өзіңнің ноутбугыңды қайда жөндетесің? Келесі, біз болымсыз сөйлем жасау үшін do көмекші етістігінің қасына not атты көмекші сөзді қоямыз. Мысалға, I don't have my laptop repaired anywhere. Мен өзім ноутбугымды еш жерде жөндетпеймін. Осы services құрылымын қолдану барысында біз кейбір кезде сөйлемде have көмекші етістігінің орнына get атты көмекші етістікті қолданатын кезде де болады. Бірақ байқауымша ол кезде сөйлемдердің мағыналарында бірқатар айырмашылықтар байқалады. Мысалға, Әкімжан had his camera delivered. Әкімжан өзінің камерасын жеткізіп алды. Әкімжан got his camera delivered. Әкімжан өзінің камерасын әрең дегенде жеткізіп алды. Яғни, мұндағы get қолданылған сөйлемде іс-әрекеттің белгілі бір қиындықтар арқылы іске асқанын түсінуге болады.